сәлеметсіздер ме? Бүгін біз жиі қолданылатын мөлшер сөздерді үйренеміз. Ляңсы. Мөлшер сөздің не екенін түсінеміз. Ең жиі қолданылатын мөлшер сөздерді үйренеміз. Мысалдар арқылы дұрыс қолдануды үйренеміз. Ляңсы деген не? Мөлшер сөз деген не? Мөлшер сөз заттардың санын, топтарын немесе пішінін білдіретін сөздер. Қытай тілінде соларды мөлшер сөз деп айтамыз. Қазақшада да бізде дана, тамшы деген сияқты сөздермен ұқсас. Қытайда да мөлшер сөздер болады. Қытай тілінде әрбір саналған затпен бірге мөлшер сөз қолданылады. Сонда бұны қалай қолданамыз? Сан, одан кейін мөлшер сөз, одан кейін зат есім қосылады. Мысалға, бір дана кітап демекші болсақ, алдымен сан жазылады. И. Ал дананың орнында мөлшер сөз бін деген мөлшер сөз тұр. Кітаптың орнында шу тұр. Зат есімнің орнында шу тұр. Сонда и бін шу деп айтамыз. И бін шу. Ал ең жиі қолданылатын мөлшер сөздерді үйренеміз енді. Жалпы заттарға, адамдарға қолданылатын мөлшер сөз г. Бір адам демекші болса, игерін дейміз. Ал кітаптарға, журналдарға қолданылатын мөлшер сөз бін. Бір кітап болса, и бін шу дейміз. Маған лесіп оқыңыздар. игерін, и бін шу. Ал жазық жалпы заттарға жаң деген мөлшер сөз қолданылады. Бір парақ қағаз демекші болсақ, и жаң жы дейміз. Ал жануарларға жы деген қолданылады. Қолға и жы шоу, оғанда жы қолданылады. Жы, бір мысық десек, и жы мау дейміз. Ал жаңағы екі сөзді үйренек, маған лесіп оқыңыздар. И жаң жы, и жы мау. Тяу деген ұзын жіңішке заттарға қолданылады. Балық мысалға. Бір балық демекші болсақ, и тяу үй дейміз. Ал ляң дегеніміз көлік құралдарына қолданылады. И ляң чы, бір көлік болса, и ляң чы деп айтамыз. Маған лесіп оқыңыздар. И тяу үй, и ляң чы. Ал мұғалімдарға, құрметті адамдарға к қолданылмайды. Бұл кезде вей деген мөлшер сөз қолданылады. Бір мұғалім демекші болсақ, евей лаушы дейміз. Бір киім демекші болсақ, оған чен деген мөлшер сөз қолданылады. Киім кешекке, оқиғаға, іс-әрекеттерге бәріне чен қолданылады. Ичен ифу деп айтамыз. Бір киім, ичен ифу. Ал жұп заттарға шуаң деген мөлшер сөз қолданылады. Бір жұп аяқ киім десек, и шуаң xie дейміз. Маған лесіп оқыңыздар. Ивей лаушы, ичен ифу, и шуаң xie. Ивей лаушы, ичен ифу, и шуаң xie. Ал электронды құралдарға, кейбір машиналарға, фильмдерге пу деп қолданылады. Пу. Мысалға, бір телефон демекші болсақ, ипу шоу-чи дейміз. Ал әндерге, өлеңдерге шоу қолданылады. Бір ән десек, и шоу-ғы дейміз. Маған лесіп оқыңыздар. Ипу шоу-чи, и шоу-ғы. Ең жиі қолданылатын мөлшер сөздің ішінде к деген мөлшер сөз өте кең қолданылады. Барлық заттарға қолдануға болады. Әсіресе жаңа үйренген, Қытай тілін жаңа үйреніп жатқан адамдар үшін к-ны қолдана берсек те қателеспейміз. Жаңа біз бір мұғалімді евей лаушы дедік, ол құрмет. Ал енді вейді білмесек, игі лаушы деп айтсақ та қателеспейміз. Сол сияқты бір алма десек, игі пиңго деп айтамыз.
бір сұрақ десек, екі венти деп айта береміз. К-ны қолдануға болады. Ал енді ең жиі қолданылатын мөлшер сөздерді мысал арқылы түсіндірейік. 3 кітап десек, 3本书 дейміз. 3本书 3本书 2 ит 2只狗 2只狗 1 үстел 1张桌子 1张桌子 жалпақ заттарға жаңда алдық дедік. 5 көлік 5辆车 5辆车 4 балық 4条鱼 4条鱼 Ал қайта оқимыз. 3本书 3本书 2只狗 2只狗 1张桌子 1张桌子 5辆车 5辆车 4条鱼 4条鱼 Онда үй тапсырмасына мөлшер сөздерді жаттап алыңыздар. Ал енді мына 1 стакан су, 2 киім, 3 жұп аяқ киім қалай айтылады? Осыларды айтып үйреніңіздер. Онда біз бүгін ляңсы Қытай тілінің маңызды бір бөлік екенін білдік. Әр заттың өзіне сай мөлшер сөзі бар екенін де білдік. Ал енді сіздер үшін алғаш үйренгенде К мөлшер сөзін қолдану тиімді. Бірақ басқа мөлшер сөздерді де түсініп үйренуге тиіспіз. Аман сау болыңыздар.